Қайырлы күн баршаңызға. Мен YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді жареный роллы дайындаймыз. Ол үшін кез келген, яғни менде ең қарапайым күріш, соны жақсылап жуып алдым да табаға салып, суды кішкене үстіне жай ғана асырып, тұз салып, орташа отта пісіріп алдым. Суды қатты көп құймаймыз, шамалы ғана асып тұру керек. Күрішіміз осындай болып піседі, рассыпчатый болмайды, кішкене жабысып тұрады. Негізі күрішті специально өзі сушиға арналған күріш болады. Менде бірақ самый обычный күріш ақ. Сосын менде рисовый уксус жоқ. Егер сізде болса, онда соны қолдансаңыз болады. Мен обычный 7% уксус немесе 9% болса, соны қолданасыздар. Мен 7% уксусты чуть-чуть қана құямын, совсем чуть-чуть, қасықтың ұшымен. Сосын оған су қосып араластыратын боламын. Обязательно былай дәмін кішкене көріп алыңыздар, чуть-чуть көріп. Егер қатты қышқыл, уксустың дәмі қатты білініп тұрса, қайтадан су құйыңыздар. Кішкене қышқылдау дәмін береді. Оны шамалғасын ғана былай күрішке қосамыз да, осыны араластыратын боламыз. Бұл үй жағдайында болғандықтан сізге міндетті емес, жаңағы наны орайтын, например, сушиді орайтын, мынандай специально ағаш болу керек деген сияқты. Мен самый обычный пергамент қағазын қолданып жатырмын. Сіздерге үй жағдайында доступный болу үшін осы немізді, күрішімізді енді салып алатын боламыз. Салған кезде қатты көп салмаймыз. Көп салсаңыздар жыртылып кетеді нори. Менде чин-чиннің мынандай нори. Осыны жұқалап жағып шығамыз. Мен мынандай кондитерский мешокқа творожный сыр салып алдым. Сосын бүйтіп жағып шықтым шетіне қарай. Сосын ортасына начинкасына кез келген өзіңізге ұнайтын қызыл балық салсаңыздар болады. Немесе жаңағы сладкий перец өзімізге, бізге огурцымен ұнайды, сондықтан мен осылай огурцымен жасайтын боламын. Сосын кейін былай қағаздың көмегімен орайтын боламын. Менде осындай 3 роллы шықты. Енді қазір панировкаға орнатып, клярға орнатып қуыратын боламыз. Кляр жасау үшін мен 2 жұмыртқаны шым-шым тұзбен араластырып, осылай белкамен араластыратын болам. Енді жұмыртқаны осындай тегіс істеу тарелкаға, ыдысқа салатын боламыз. Осыны осыған клярға аунатамыз енді роллыды. Менде осында панировочный сухари, сіздер кез келген түрін қолдансаңыздар болады. Немесе кәдімгі наннан жасалсаңыздар болады. Кез келген панировочный сухари өзіңізге ұнайтын. Қызып тұрған майда осылай орташа отта қуыратын боламыз. Барлық жағынан қуырамыз. Осылай жан-жағынан қуырып шығатын боламыз. Со всех сторон. Міне осылай сушиімізді қуырып алдық. Енді кесетін боламыз. Абайлап кесеміз, езіп алмаймыз, ыстық роллы. Турап болдым, менде осында бальзамический соус. Мен осыны жағып шығатын болам. Все дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, себебі үй жағдайында үйдегі бар затпен дайындалады. Ас болсын.